Ақбота өзінің 3 күн бойы Инстаграмнан жоқ болып кеткен себебін айтты. Жүріп жатырмын. Қазір енді тағы операцияның алдындағы анализға тапсырайын деп жатырмын. Көпшіліктеріңіз мені қайда кеткенімді сұрап жатырсыздар. Шынымды айтсам, жағдайым мәз емес. Ішім қатты ауырғанда оны басу үшін дәрі іштім. Қателестім. Ондай кезде дәрі ішуге мүлде болмайды. Ауырсынуды басып қойғаныммен ішімдегі қауіпті үдете түсіппін. Түнде шұғыл операцияға кірдім. Дәрігерлердің айтуынша ішегім жарылуға сәл-ақ қалыпты. 2 сағатқа созылған ауыр отадан соң әрең есімді жинап жатырмын. Менің жағдайым сіздерге сабақ болсын. Ішіңіз қатты ауырса, өзі басылады деп ойламаңыздар. Бірден дәрігерге жүгініңіздер. Денсаулық ең басты байлық деп блогер өз оқырмандарына видео және жазба қалдырды. Ал Альмира жаңа үйіне 3-ші қоныс жайын беріп жатыр. Дастархандары әдеттегідей жайнап тұр. Ал Зухра парақшасында Альмираның үйіне қоныс жайға бара жатқанын айтып, история салды. Мамам таң атпай хабарласып, шашуға кәмпит алып ал деп ескертті. Ескерткені жақсы болды. Әйтпегенде мен ұмытып кетер едім. Өйткені мен ондай нәрсеге көп мән бере бермеймін деп өзінің жақсы көңіл күйімен бөлісті. Және де Альмираның үйіне келіп, шашуын шашып, құтты берекелі шаңырақ болсын деп тілегін айтып құттықтады. Және дастархандарды көріп, керемет дастархан, бүгін мастер-класс болады деп күліп, жақсы көңіл күймен үйді көруге кірісті. Гүлдерінің өз... Ой, бұ! Үйлері жарық күшті екен. Ремонттары менің талғамымда. Дастархандары енді әдеттегідей, вау! Зонасы мына жақ секретный бөлме, ол жақты түсіруге болмайды, өзім көріп алайын. Альмира ол жағынан бесаспап, әр бөлшегін ойластырып жасайды деп мақтады. Және де Зухра тағы да бір видео салып, өзінің бетінде сәл-пәл ақаулар пайда болғанын айтты. Менің бетімде кішігірім ақаулар болып қалды. Не байқап тұрсыздар бетімнен? Менің түрімді көріп ертең ойбай түрің құрысын деп хейтерлер бір шулайын деп тұр. Менің ерінім қисайып қалды деп күлді. Бір уколдың әсерінен осылай қисайып қалды. Енді соны жөндету керек болып тұр деді. Пластика жасатып, пластик қатын деп айтатын болдыңыздар. Айта беріңіздер. Енді мен сондаймын. Жаза беріңіздер деп қалжыңдады. Ал жігіт туралы, менде жігіт жоқ. Жігіттен жүретін уақытым да жоқ. Қазір жұмыстарым көп, қолымда бос емес, ниетімде жоқ деп жауап берді. Ал сіздер осы блогерлер туралы не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.